Көріңіздер, сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Үсік жүреді. 15-17 сәуір күндеріне арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет синоптиктер 15, 16 және 17 сәуір күндеріне арналған ауа райы болжамы жариялады. Алда күндер атмосфера фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады деп күтілуде. Сәйкесінше жаңбыр, найзағай, бұршақ жаууы мүмкін. Түнде батыс солтүстікте, шығыс орталық өңірлерде және таулы өңірлерде жауын-шашын болуы ықтимал. 15 сәуір түнде Ақмола облысында, 15 сәуір түнде және 16 сәуір күні шығыс Қазақстан облысында, 15 сәуір түнде және 16 сәуір күні Абай облысында, 16 сәуірде Қарағанды, Алматы және Жетісу облыстарында жауын-шашын күтіледі. Республика бойынша тұман күтіледі. Мамандардың айтуынша 15-17 сәуір аралығында түнгі уақытта батыс Қазақстанда, 15-16 сәуірде Атырау және Ақмола облыстарында, 15-17 сәуірде Ақтөбе, Қостанай, солтүстік Қазақстан мен Абай облыстарында, 16 сәуірде Павлодар облысында, 16-17 сәуірде Ұлытау және Қарағанды облыстарында, 15 және 17 сәуірде шығыс Қазақстан облысында 1-5 градус үсік жүреді делінген ақпаратта. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.